Сәлем достар, сендермен бірге мен Тоғжан, және маған бір видеоға идея келдім. Яғни мен күн сайын немесе бірнеше күн сайын өз өмірімнен бір қысқаша видео түсіретін боламын, және бір ай аяқталғанда осы қысқаша видеоларды қосып бір үлкен видео жасайтын боламын. Және де видеоны ары қарай көріңіздер. Бүгін 9 ақпан. Міне мен үй жұмысын оқып жатырмын, алгебра. Бүгін ақпанның 11-і, және де бүгін маған 2 посылка келді Алиэкспресстен. Және де мен өте қатты қуаныштымын, себебі мен 2 посылканы 2 айдан астам уақыт тосқан болатынмын. Және де қазір көрейік ішінде не бар. Мұнда скотч бар сияқты декоративный. Мне көрініп тұр біраз. Ал мұнда білмеймін, чехол немесе защитное стекло. Қазір көретін боламыз. Және де ашып көрейік. Так. Вот. Вау, скотч. Қараңыздар. Вау, мне осындай скотч, горошек. Және де көрейік. Неге ашылмайды? Қағаз сияқты екен өзі, міне. Енді келесі посылканы ашайық. Бұл скотчпен жабылып тұр екен. Короче, осылайшамыз. Маған өте қызықты не бар ішінде. И бұл защитное стекло. Так. Не ішінде защитное стекло вот көрініп тұр деген ойдамын. Амна мен қалай тағам білмеймін. Вот, короче, осында 2 нәрсе менде. Шай ішіп отырмын. Жаңа ғана сабақтан келдім. Бүгін ақпанның 15-і, және де маған тағы да бір посылка келді Алиэкспресстен. Бұнда чехол бол керек менің жаңа телефоныма. Және де қазір көрейік ішінде. Қандай екен? Мен тіпті түрінде біраз ұмытып қалдым. Енді маған да өте қызық болады. Бұл видео біраз распаковка посылок айналып кеткен шығар. Просто бөлек видео түсірейін десем, слишком қысқа болып кетеді, сондықтан осы видеода тұра берсін. Және вау, қараңыздар, чехол. Так, пенопласт алып тастайық мұн жерде. Мұнда бір сурет тұр чехолдың. Неге? Бұл міне қараңыздар, мындай чехол телефонға. You are beautiful деп тұр. Так, суреттер осындай кедір бұдыр біраз. Осындай чехол. Қазір телефонына кигізіп көремін. Міне мен бұл салған смайликтар көрлеріңізге болады. Сіздердің сүйікті смайликтарыңыз қайсы бұл жерде? Мысалы, менікі мына екеуі. Өте жақсы көрем. Болашақта мен осы қалған смайликтарды бояп салатын боламын ары қарай. Және де осы бетті аяқтайтын боламын. Әзірше осы волейболдан қайтып келе жатырмын. Білмеймін, сіздермен көріп тұрсыздар ма? Бізде далада күн жылы. Міне қар да біраз еріп жатыр. Тағы да сабақтағы білмеймін сіздермен. Міне достар, мен қазір кітапханадан келе жатырмын. Мен бұл тағы да бір даладағы влог. Мынау қазір парк ішіне кетіп жатырмын.
қазір сабақтамын және біз бір конкурсқа дайындалып жатырмыз. Бүгін менде керемет жаңалықтар жоқ. Мен қап-қарамын қазір, кешіріңіздер. Және айтпақшы, кеше бізде ағылшыннан конкурс болды 7 класстар аралығында. Және сол конкурста біз бірінші орын алдық, біздің класс. Бұл өте күшті. Мен көріп тұрмын. Маған берілу керек сияқты. Және бұл жерде тағы бір жаңалық. Бізде қалада барлығы еріп жатыр, және почти көктем деуге болады. Көктем менің ұнатпайтын мезгілім. Себебі барлық жер балшық болады, және де су болады, және бұл өте жаман. Бүгін ақпанның 28-і, яғни қыстың ақырғы күнім. Бүгін менде бір қызықты жаңалықтар болған жоқ. Кеше біз 2 сабақтан тест жаздық, орыс тілі және ағылшыннан. Бұл тестті біз компьютерден жазған болатынбыз. Және бұл осы айдың ақырғы күні болғандықтан, осы видеода мен қорытынды жасағым келеді. Бұл ай мен үшін бір қатты өзгерістер болған ай деп айта алмаймын. Бұл маған біраз эксперимент болдым. Мен күн сайын видео түсірген болатынмын. Неге мен осы видеоны түсірдім? Маған өте видео түсірген ұнайды. Мен осылай камерамен жүрген, камераға сөйлеген, маған осы қатты ұнайды. Сондықтан мен осындай видео түсірмекші болдым. Білмеймін, бұл видео сіздерге қызықты бола ма? Мен үшін бұл өте қызықты болдым, видео түсірген күн сайын. Егер сіздерге бұл видео қызықты болмаса, міндетті түрде комментарияға жазыңыздар. Сіздердің ойларыңыз маған өте маңызды. Тіпті жаман комментарий болса да, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ондайше кездескенше, сау болыңыздар.